Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз хит салат, қытырлақ салатының рецептімен танысатын боламыз. Ең алдымен бізге керектісі бір дана қиярымызды осылай дөңгелек етіп турап, кейін соломка етіп барлығын бөлшектеп турап алатын боламыз. Дәл осылай соломка етіп турап аламыз. Құрметті менің көрермендерім, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналымда подписаться кнопкасын басып, және қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Мен сіздермен түрлі оңай, жеңіл дайындалатын және хит салаттардың түрлі рецепттерімен таныстыратын боламын. Бәрін осылай соломка етіп турап алдым. Барлығы қоспамызды осында соломка етіп турап аламыз. Өте қолжетімді, өте бюджетный салат десек те болады. Дәл осылай бір дана теңіз шаянның таяқшаларын осылай бір данасын бірнеше бөлікке салып бөліп алатын боламын. Менің каналымдағы подписация басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Сол кезде сіз менің видеоларымды, жаңадан салған видеоларымды бірінші болып көретін боласыз. Бір дана жұмыртқамызды да дәл солай соломка етіп, ортасынан бөліп, барлығын бөлшектеп турап алатын боламын. Және четверкамыздың үлкен кескішімен осындай бір дана қызылшамызды осылай өткізіп алатын боламыз. Дәмі өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір ас қасық консерва кукурузын салатын боламын, және бір ас қасық майонез қосып, жақсылап араластыратын боламын. Татымына қарай тұз қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде тұз қоспадым, өйткені менің дәміне қарай тұз қосамыз. Мен осылай тарелкеме айсберг жапырағын қойып, бетіне салатымызды жалып, бетіне фриді қоятын боламын. Сіздер соломка чипсе қойсаңыз да болады. Міне мерекелік нағыз салат деп айтса да болады. Міндетті түрде жасап, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.